Қадірлі тыңдарман, бүгін мен сіздерге қалаға арман қуып келіп, аяғы ауыр болып, баласын қалдырып, соның азабын жылдар бойы кешкен әйелдің тағдырын баяндамақпын. Ол кезде Айсұлу небәрі 18 деді. Қаланың көктемі де, алғашқы махаббаты да жүрегін алау етіп жандырған. Университеттің ауласында танысқан жігіт Ерлан, оған бүкіл әлемнің шуағындай көрінетін. Қоңыр дауысы, терең жанары, жымиған сәті, бәрі Айсұлудың жанын елжірететін. Екеуі күнде бірге жүрді. Ауладағы орындықтардың түн ортасында дейін сөйлесіп отыратын. Ерланның қолын қысса ұстағанда бүкіл дүние тоқтап қалғандай сезілетін. Мен сен ешқашан ренжітпеймін деп сыбырлайтын Ерлан. Мен де, дейтін Айсұлу сеніп. Сол кеште бәрі орын алды. Алаулап жанған махаббат, сенім мен албырттық. Айсұлу сол түні өз пәктігін, ең асылын Ерланға сыйлады. Еш күмәнданбады, еш қорықпады. Өйткені ол үшін бұл мәңгілік махаббаттың бастамасы еді. Бірақ уақыт кейде бәрін құрғатады. 1 ай өтті, 2. Айсұлу өз денесіндегі өзгерістерді байқады. Ауруханаға барып, өмірін төңкеріп тастайтын жауап алды. Ол жүктеді. Жылап, қорқып, бірақ үмітпен Ерланға хабарласты. Кездесуге шақырды. Кешкі саябақта отырғанда жүрегі аузына тығылып тұрды. Менің ішімде сенің балаң бар деді. Бір сәт үнсіздік орнады. Ерлан оның жүзіне қарады. Бірақ оның жанарында бұрынғы жылулық жоқ еді. Айсұлу, деді ол ауыл күрсініп. Мен әлі бала тәріздімін. Отбасы, әке болуға мен дайын емеспін. Кешір. Сол сәтте бүкіл әлем төңкерілгендей болды. Жанында отырған жігіт емес, суық қабырға сияқты. Мен жалғызбын, өзің шеш, қалауыңша жасай бер деді. Артқа бұрылып жүріп кетті. Айсұлудың бүкіл әлемі қирады. Сенімі, үміті, махаббаты бәрі бір сәтте күлге айналды. Айлар өтті, ішіндегі сәби өсіп жатты. Айсұлу өзіне бір ғана шешім қабылдады. Мен бұл баланы тастамаймын, туамын. Бірақ ауылға оны алып бара алмаймын. Ауылдағылар не дер еді? Ата-анасының абыройы не болады? Күйеуге тимей туған баланы кім қабылдайды? Айсұлудың намысы қорқыныш күресіп жатты. Бірақ ол перзентін дүниеге әкелді. Сәбидің іңгәлаған үні, кішкентай саусақтары оның жүрегін шым еткізді. Бірақ кетерінде ұзақ қарады. 1-2 рет емізді. Ең соңында мейірбекенің қолына ұстатарда дауысы дірілдеді. Атын Алихан қойыңыздаршы деді. Артқа бұрылып, көз жасын жұтып жүріп кетті. Қарамауға тырысты, бірақ әр қадамы жанын жыртып бара жатты. Ауылға қайтып келді. Оқиғаның бәрін көмді. Ешкімге тіс жармады. Жаңа өмір бастауға тырысты. Бірнеше жылдан кейін бір жақсы жігіт жолықтырды. Тәуір адам еді, үйленді. Балалары болды. Бірақ ішіндегі сол бір жара ешқашан жазылмады. Күні бойы күліп, кешке жастығы жасқа суланып жататын. Өзін кешіре алмады. Баласының көзіне 1 рет болсын қарап, мен анаңмын деп айта алмағаны жанын жегідей жейтін. Күйеуі Қайрат, жақсы адам еді. Мінезі сабырлы, жауапкершілігі жоғары. Отбасын бәрінен биік қоятын азамат. Айсұлуды шын сүйді. Оны алғаш жолықтырғанда көзіне түсіп, қолына қонған бақ сияқты көрінген. Бастапқыда бәрі жақсы болды. Той, жаңа шаңырақ, алғашқы сәби. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсе өзгерді. Айсұлу сырттай күліп жүрсе де, ішкі әлемі суық тартып бара жатты. Қайрат соны сезетін, бірақ түсіне алмайтын. Айсұлу, саған не жетпейді өзі дейтін ол кей түндері жанына қарап жатып. Балаларымыз бар, үйіміз бар, мен сенің жаныңдамын. Бірақ сенің көзің әрдайым бос, жүзіңнен мейірім емес, мұң көрем. Мені сүймейсің бе? Әлде бір күнге дейін бұрынғы жігітіңді ұмыта алмай жүрсің бе? Айсұлу сол сәттерде ештеңе демейтін, үндемей теріс қарап жата беретін. Себебі ол шынымен бұрынғы махаббатын емес, баласын ұмыта алмаған еді. Қайрат оның ішіндегі ең үлкен құпияны білмейді. Ал Айсұлу айтып жарытпады. Қорықты, түсінбейді деп ойлады. Кейде Айсұлу үйдегі балаларға қарап отырып, өзінен өзі шошитын. Барынша жақсы ана болуға тырысатын. Бірақ ең кішкентай бір күлкі,
Ең пәк бір анашым деген сөз де оның жүрегін тесіп өтетін. Осы балаларымның ортасында анасы жоқ бір сәби жүр. Менен тастап кеткен үшін тірідей айырылған сол бала. Жазықсыз періште. Сол ойдан кейін мейірімі де толық төгілмей қалатын. Баласына құшағын жайып сүйіп тұрып іштей, кешір мені Әлихан дейтін. Бірақ ол жоқ жерде айтылатын сөз кімге ем болсын. Уақыт өте келе бұл ішкі жара сыртқы өмірге де әсер етті. Қайраттың күдігі артып, үй ішіндегі жылылық азая түсті. Сен өзіңді ана сияқты ұстамайсың, түк нәрсеге қуана алмайсың, балаларға еміренбейсің, мені де тыңдамайсың. Саған не болған, Айсұлу? Мен жақсан емеспін деп кейде Айсұлу күбірлейтін. Басынан бастап солай болған. Бірақ Қайрат ол сөздерінің түбін түсінбейтін. Тек бұл сөз екеуінің арасында көрінбейтін қабырға тұрғызып жатты. Түн, үй ішін тыныштық басқан. Бәрі ұйқыда, бірақ Айсұлу ұйықтай алмайды. Төсекте жалғыз жатып төбеге ұзақ қарап жатады. Қабырғадан әлсіз, сағат тықылы сезіледі. Сағат, уақыт оның тырнағынан өткені. Жастықтың астында тығып қойған ескі, сарғайған сурет бар. Перзентханадан жасырын алып кеткен нәресте суреті. Көздері жәутең, беті домалақ. Сол бірақ фото оның өмір бойы жүрегінде ауырған жараның жалғыз дәлелі еді. Кешір мені, балам. Сенің анаң болуым керек еді, ал мен сені тастап кеттім. Жылдар өтеді, Айсұлу ауыр дертке шалдығады. Айсұлудың бойы әуелде жай ғана шаршаңылықпен сыр берді. Жансыздану, іш тартқыш тыныштық, анда-санда мазаланған әлсіздік, бәрі де жай өтпелі шаршау шығар деп еленбей келді. Бірақ кейін іштің ауырсынуы түсініксіз салмақ жоғалтумен түнгі тер басулар жиілей берді. Қайрат ақыры көндіріп, оны ауруханаға алып барды. Тексерулер ұзаққа созылды. Бірнеше сараптама, бірнеше үнсіз күткен түндер. Ақыры дәрігер бір ауыз сөзбен өмірді екіге бөлді. Сізде қатерлі ісік, асқынған. Айсұлу сілейіп отырды. Қайраттың қолы дір-дір етеді. Айналадағы әлем бозғылт, тұманға сіңіп кеткендей. Қанша уақытым бар? Деді ақырын Айсұлу. Дәрігер көзін төмен салып, ауыр үнмен жауап берді. Жақсы күтіммен 2-3 жыл. Сол күннен бастап Айсұлудың ішінде бұрын сөнбеген от одан бетер лап етті. Өмірінің ең үлкен жарасы енді шынымен жазылмайтынын түсінді. Енді уақыт санаулы еді. Жанында күйеуі мен балалары болғанмен ең жақын адамы, тастап кеткен баласы. Жанының бір бөлшегі жетім қалған күйі жүріп жатқандай сезілетін. Түнгі ұйқы азайды, Қайрат қасынан шықпайды. Дәрі-дәрмегін әкеліп күтіп бағуда. Бірақ әйелінің жанына кіре алмады. Сен үшін не істей алам, Айсұлу, деді бір күні көзіне жас алып. Айтшы, өміріңді жеңілдеткім келеді. Айсұлу үнсіз жымиып басын шайқады. Кей нәрселерге ешкім көмектесе алмайды, Қайрат. Кейін бір түнде бәрі ұйқыда жатқанда үстел басына отырып қағаз алып қалам ұстады. Сонда жүрегімен жазған соңғы шындығы, соңғы аманаты, соңғы өтініш еді. Қайрат, менің сүйікті жұбайым. Егер сен осы хатты оқып отырсаң, демек мен бұл дүниеден өздім. Саған өмір бойы шын сырымды айта алмадым. Жастығымда мен қателік жасадым. Аяғым ауыр кезде жалғыз қалдым. Бір сәбиді дүниеге әкеліп перзентханада тастап кеттім. Қорықтым, намыстандым. Бірақ сол күннен бастап мен тірі адам тәрізді болсам да, ішімнен өліп жүрдім. Сен менің көлеңкеммен өмір сүрдің, кешірші. Менің суықтығым, кейде мейірімсіз ана кейпім бәрі соның салдары еді. Мен сол баланы өмір бойы ұмытқан емеспін. Өкіндім, бірақ батылым жетпеді. Енді сенен жалғыз өтінішім, сол баламды ізде. Әлиханды тап, бауырларымен таныстыр. Мейлі ол мені кешірмес, бірақ мен оны шын жақсы көрдім. Мені кешір, Айсұлу. Хатты аяқтап конвертке салып сыртына мен өлген соң аш деп жазды. Ең соңғы батыл шешімін жасады. Ол енді жеңілдегендей болды. Жаны аздап тыныстады. Себебі өмір бойы жасырып келген шындығын соңғы рет болса да біреуге, махаббатына, күйеуіне сеніп тапсырды. Айсұлу 3 жыл бойы аурумен күресті. Әуелде үміт болды, дәрі-дәрмек, ем, дұға, тілек. Бірақ сырқат шегіне жеткенде денесі де, жаны да шаршады. Соңғы айларда ол көбінесе үнсіз болды. Терезеге қарап, ұзақ отыратын. Көзі алысты. Бір кездері тастап кеткен күнді, кішкентай сәбиді, әлгі суретті іздеп тұрғандай.
Күндердің бір күні Айсұлу бұл дүниеден үнсіз кетті. Жанында Қайрат пен балалары болған. Ол оларға соңғы рет қарап жымиған. Ешкімге ауыр сөз айтпады, тек жастықтың астында ақ конверт қалдырып кетті. Сол күні кешке балалар ұйықтап, үй ішін үнсіздік жайлағанда Қайрат әлгі хатты тауып алды. Ашуға дәті бірден бармады, жүрегі дір ете қалды. Бірақ ішіндегі күмән мен ауыр сезім еріксіз оны оқуға итермеледі. Хат: Қайрат, менің сүйікті жаным, мен саған ауыр шындықты қалдырып барам. Өмірімде жіберген ең үлкен қателігімді енді жасыра алмаймын. Мен жалғыз кезде туған баламды перзентханада тастап кеттім. Мен оны өмір бойы ұмытпадым, бірақ қайта барып кешірім сұрауға дәтім жетпеді. Сол баланың аты Әлихан. Егер қолыңнан келсе, менің арымды ақта. Оны тап, оны бауырлармен табыстыр. Менің ана жүрегімнің тыныштығы соның табылуында. Менің соңғы аманатым осы. Қайрат хатты оқып болғанда көзінен жас тоқтамай ақты. Қатты шошынды. Әйелінің бүкіл өмір бойы жасырып келген азабын енді ғана толық түсінді. Жанында жүрген жарының шындығына енді ғана жетті. Айсұлу, сен қандай ауыр жолмен жүріп өттің, деп сыбырлады ол. Қайрат көп ойланбады. Бірден әрекетке көшті. Қалалық архивтерге, перзентханаларға, әлеуметтік қызметке жүгінді. Бірнеше апта, бірнеше рет кері қайтарылды. Бірақ ол тоқтамады. Ақыры сол бір 30 жыл бұрынғы перзентханада қалдырған баланың дерегін тапты. Әлихан. Бала кейін балалар үйіне берілген. Біраз жыл өткен соң бір отбасы асырап алған. Бірақ ол есейгенде бәрін біліпті. Асыл тегін іздеуге талып тыныпты. Бірақ еш нәтиже болмаған. Қайрат онымен кездесу ұйымдастырды. Әлихан бүгінде 30-дан асқан сабырлы, салмақты азамат. Өзі де отбасын құрған, бірақ ішіндегі бір бос кеңістік, анасына деген сағыныш жазылмаған. Кездесу үнсіз басталды. Қайрат қалтасында мыжылған хатты алып шықты. Ол сенің анаңның соңғы аманаты, деп хатты қолына ұстатты. Әлихан үнсіз оқыды. Бір бетке жетер-жетпес жазу, бірақ әр сөзі қанға тамған тамшыдай ауыр еді. Оқып болып көзінен жас парлап кетті. Дірілдеп, ол мені шын жақсы көрген бе? Қайрат та көзін сүртіп, күнде сені ойлап өтті, тек жүрегі қорықты. Бірақ саған деген махаббаты еш сөнбеді балам. Сол күннен бастап Әлихан анасының отбасына келіп тұрды. Қарындастары мен бауырларымен табысты. Олар бір-біріне хат жолдамады. Әрі қайсысы анасының сағынышын жүрегінде көтеріп жүргенін білді. Айсұлу жерленген қабірге барғанда Әлихан үнсіз тұрды. Бір уыс топырақ алып, анашым, мен сізді кешірем. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, деді. Жел баяу ғана тербетіліп тұр. Сырттай тыныш, бірақ іштей өмірдің бір үлкен шеңбері жабылғандай.